Сәлем достар, сіздермен бірге Мастер Сымбат каналы. Бүгін мен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз ыдысымызға сүтімізді құямыз. Оның үстіне кішкене майонез саламыз. Майонездің орнына қаймақ қолдансаңыздар да болады. Өз дәміне қарай тұз және де қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне су құямыз. Венчикпен араластырамыз. Ары қарай алдын ала електен өткізілген ұнды саламыз. Үстіне қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы да ұн саламыз. Қамырымыз венчикке жабысып жатқан жағдайда қолымызбен араластырамыз. Бұл қамырдың ерекшелігі үстіне сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Сұйық майдың арқасында қамырымыз жақсы көтеріліп, нанымыз пышный болып шығады. Қақпағын жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне осындай қамыр көтерілу керек. Бұл қамырды кесіп, осындай формалар жасаймыз. Бұл қамырымызды противенге қоямыз. Қолымыздың көмегімен нанның көлемін жасаймыз. Үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқа жақпасаңыздар да болады. Вилкамен басып шығамыз. Духовкаға 180 градуста 5-10 минуттай пісіреміз. Міне осындай нан шығады. Өте дәмді әрі жұмсақ. Жасап көруге кеңес беремін. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.